Жүсіп пайғамбар қиссасы 4 бөлім. Жүсіптің көз жасы. Керуен қозғалып жүріп кетті. Жүсіпке көз құлақ қылып, Апылақ есімді бір құлды бекітті. Керуен бір қабірдің жанынан өтіп бара жатқан еді. Жүсіп түйеден секіріп түсіп, қабірді құшақтап еңіреп жылады. Бұл анасының мазары екен. Қабірдің топырағы көз жасына шыланып, аузы басы айғыз-айғыз болды. Анасын жоқтап, «Анашым-ау, әуелі сенен айырылып, сосын атамнан ажырадым. Енді міне құл боп сатылып барамын. Ашамай жамбасыма батты. Ағаш қамыт мойнымды қиды. Болат кісен аяғымды қажады. Тірі болғаныңда мені мұндай аянышты күйге ешкім сала алмас еді», деп еңіреп зарлады. Оның зарына көктегі періштелер қосыла жылады. Осы кезде Апылақ құл да Жүсіпті іздеп жетіп келді. Ол Жүсіпті қашпақшы болды деп ойлап қалды. Келе сала, «Ей ұры, өзің бір бала емес бәле екенсің. Сені жылауық қашаған деп еді, сол рас екен. Өз бетіңше неге қаңғып жүрсің?» деді де қамшының астына алды. Жүсіп жартылай есінен танып қалды. Апылақ қан жоса болған Жүсіпті сүйреп апарып Ашамайдың қара тақтайына қайта отырғызды. Жүсіп қорлық тартып, қадірсіз қалған мына халіне күйінді. «Ей ұры, үніңді өшір енді», деп бақырды Апылақ. Кенет ауа райы күрт бұзылып, қатты жел тұрды. Арты лезде дауылға айналып, жердің құмын суырды. Шақырайып тұрған күн көзі демде тұтылып, айналаны түнек басты. Бәрінің үрейі ұшып, аяқ-қолдары дірілдеп кетті. Керуен тағы адасты. Бұл жолы жағдай мүлде қиындады. Құдық қарап су табу мүмкін болмады. Қарға адым жер көрінбеді. Бірнеше тәулік бойы күн көзі ашылмай тұрып алды. Ал құмды дауыл барған сайын үдейе түсті. Керуен басы түйелерді шөктіруге мәжбүр болды. Құлы бар, қожасы бар, бәрі бір жерге ұйысты. Көздеріне ажал елестеп, тұла бойды үрей биледі. Мәлік ішінен, «Осымен күнім біткені ме? Ажалдың жеткені ме? Дүние жалған деген осы екен-ау. Беу дариғай» деп таусылды. Өлген соң құмда шашылып қалатын байлығы мен қараусыз қалатын қатын бала-шағасын ойлап уайымға батты. Үмітсіз үрей орнап, өлетіні анық болғанда көпті көрген бір қария бүйдеді. «Мен білсем, арамызда бейкүнә бала бар. Біреу оған қиянат қылған сияқты. Әдетте мұндай апат пайғамбарға немесе періште сипатты бейкүнә, сәбиге зорлық қылғанда орнайтын. Арамызда сондай пенде болса, дереу тәубе етіп кешірім сұрасын», деді. Апылақтың іші қылп етті. Кеше бейкүнә баланы өлімшетіп сабағаны есіне түсті. Ортаға шығып Жүсіпті жазықсыз сабағанын мойындады. Мұны естігенде Мәлік орнынан атып тұрып, «Ей, тексіз неме, жас баланы неге жазықсыз сабайсың? Дереу аяғына жығылып кешірім сұра», деді де дырау қамшымен арқасынан осып-осып жіберді. Апылақ байғұс ойбайлап қоя берді. «Әкетай, құлың боп кетейін, мен байғұсты кеше көр, сені сабаған қолым сынсын» деп зар иледі. Сонда ғана бірнеше күннен бері басылмай тұрған құмды дауыл бәсеңдеді. Бәрі қайран қалды. Сөнген үміт қайта жанды. Мәлік дүр сілкініп Жүсіпке жетіп барды да үлкен басын кішірейтіп, «Балам, кешір. Ақымақтың ақылы білегінде, ақылдының ақылы жүрегінде» деген. «Ақымақ құлым саған жәбір көрсетіпті. Жаманның ақылы тұсауған соң кіредінің кері. Оның күнәсін кеш. Ақымақ болмаса құл бола ма? Бізге мейірім шапағат қыл. Мына апаттан аман шығып, отбасы ошақ қасымызға есен-сау оралайық», деді жалынышты үнмен. Жүсіптің жүрегі жұмсақ еді. Олардың иілген басын көргенде ашуы тарқап, мейірімі оянды. «Ей Апылақ, басыңды жерден көтер. Ашу түбі кейіс, ақыл түбі кеніш» деген. «Сен ақылыңа сынатып іс қылмадың. Ақ-қарасын айырмай ашумен сабадың. Атам Жақып таспен ұрғанды аспен ұратын дана еді. Кештім қатеңді», деді жадырап. Сол мезетте күннің пердесі де түріле кетті. Дүние жарқырап, күннің шуағына шомылды. Керуен үлкен бір құдықтың қасына тоқтаған екен. Мәлік мұны көріп одан сайын қуанды. Түйелер шөлін қандырып, қаталап өлуден аман қалды. Мәлік Жүсіптің тегін адам емес екенін түсінді. Қол аяғын кісеннен босатты.
астына жүйрік һәм жайлы түйені мінгізді. Өткен түні Жүсіпті асығыс арзан бағаға сатқандардың бұл үстінде шикілік барын сезді. Мәлік барша саудагерге: «Уа халайық, қой асығы демеңіз, қолға жақса сақа тұт, жасы кіші демеңіз, ақылы асса аға тұт» деген. Мына Жүсіптің сөйлесе сөзі артық, керек қылса ақылы артық, таста болса керуенге бас қылайық деді. Бәрі болсын, жөн сөз. Қане Жүсіпжан, өзің баста керуенді деп шуласты. Жұрт назары түспесін деп Жүсіптің пердесін жауып, дидарын тұмшалап қойды. Бұрын Мәлік сапарға шыққанда ажалға аттанғандай күйде болатын. Ел жұртымен бақылдасып шығатын. Себебі Сахараның құмы мен тақыр даласын кесіп өткенде өлім шіркін ту желкеңде төніп тұратын. Саудагерлер ол жолды ажал өткел деп атайды. Оны кесіп өту екінің бірінің қолынан келмейді. Керуенге елдегі ең мықты құдықшыны, жұлдызға қарап жол табатын білгірлерді қымбат пұлға жалдайтын. Сәл қателік бүкіл керуенді ажалдың апанына апарып қалатуы мүмкін. Одан қалса жол торитын қарақшылар тағы бар. Жүсіп керуен басы болғалы ауа райы қараса кетті. Әшейінде түк көрсетпей түтеп тұратын құмды боран тым-тырыс бола қалды. Жол торған ұрының керуен тонауға жүректері дауаламады. Жүсіп бастаған керуен оларға мұздай қаруланған әскердей көрінді. Күннің аптап ыстығы да сезілмеді. Мамық бұлттар көктен жетектеп керуенге көлеңке түсіріп жүрді. Қырдан салқын самал есті. Бір күні көзге әдемі бір шаһар ілінді. Адасып кетпедік пе? Бұл сағым емес пе деп жұрт абыржыды. Жүсіп оларға: «От жағып, алаудың бергі жағынан бақылаңдар. Сағым болса оттан қала көрінбейді. Шаһар болса анық білінеді» деді. Айтқандай отынды үйді де лап еткізіп жақты. Қала бар болып шықты. Енді алаңдамай ілгеріледі. Бұл үндінің ірі шаһарының бірі екен. Бұл жақтың халқы момын болғанымен надандығы басым еді. Соның кесірінен тозығы жеткен мағынасыз әдет-ғұрпы көп болатын. Олар Тәңірді дұрыс тани алмай пұт-парасқа шоқынатын. Бұл өлкеде Құдайға айналмаған аң да жануар да қалмаған екен. Олар керуенді қарсы алғанда Жүсіпті көріп таң қалды. Себебі Жүсіп бетіндегі пердесін сәл түсіріп дидарын сәл ғана көрсетті. Соның өзінде елдің патшасынан бастап бетін сығып, қанын жалап отырған тақыр кедейге шейін Жүсіптің жамалына тамсанып, көз алмай тұрды да қалды. Олар Жүсіпке тамсанып: «Уа дидары, ай, көзі күн, жамалыңның құлы болайық» деп табынды. Мүсіншілер түрін сомдап, суретшілер бейнесін салып, өнершілер өлең шығарып Жүсіптен демде пұт жасап алды. Қала көшелерінде жаңа пұтқа табынып шоқынатын қараңғы халықтың жаңа легі пайда болды. Жүсіп мына надандықты көріп жағасын ұстады. Ол халықты алаңға жинап: «Мына надандықты доғарыңдар. Мен Құдай емеспін. Құдайдың қарабет құлымын. Мені жаратқан ием Раббым. Бұл жаһанды түзеткен кәрім саттар. Бұл сөзге нанбағанға қылар қаһар» деді де бір Алланың сипаты мен көркем есімдерін айтып насихат етті. Ғайыптағы Алланы мақтап, оны пәктеудің ілімін үйретті. Жүсіптің тілінен тамған шырынды хикмет надан жұрттың қылыптанып қалған ділін ашты. Өмірінде мұндай насихат естімеген байқұстар аузын асып көзін жұмды. Көңілдерін қаптаған надандық пердесі түрілді. Санаға сәуле түсіп, көңілдегі хикмет бұлағын ашуға ынтық болды. Осылайша үнділер үшін жаңа низам, жаңа дәуір басталды. Байырғы жабайы жахил ғұрыптан айырылып, шаһардың мәдени тіршілігі түлеп шыға келді. Кезінде тастан қисапсыз пұт жасап тастаған еді. Жүсіп сол тастарды сындырып, майдалап жолға төсеткізді. Қаладағы жолдар топырақ еді. Нөсер жаңбыр жауса балшық боп езіліп жататын. Ірі тастардан жетім жесірлерге үй салып берді. Одан артылғанын көпір мен бөген құрылысына пайдаланды. Осылайша үнді жұрты қараңғылықтан құтылып, мәдениетті елге айналды. Мәлік керуен қозғалатын кез келді деп ескертті. Мұндағы жұрттың алғысы мен батасын алған соң Жүсіп керуенді бастап жолға қайта аттанды. Жалғасы келесі шығарылымда.